Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің аты жөнім Айгүл Серікбайқызы. Бүгінгі қазақ тілі сабағына қатысып отырғандарыңа өте қуаныштымын. Мен сендерді шаттық шеңберіне шақырамын. Ыбырай Алтынсарин атамыздың өлеңін бірге қайталайық. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық. Балалар, қараңдаршы, Даша келе жатыр. Кәне сәлемдесейік. Сәлем, балалар. Я сегодня встретила своего друга. Его зовут Асет. Ребята, давайте правильно произнесем его имя и поздороваемся с ним. Чтобы правильно произнести первый звук его имени, надо губы потянуть так, как будто мы улыбаемся. Язык не высовываем. Давайте попробуем. Асет. Асет, сәлем. Сәлем, балалар. Мен Дашаны үйге шақырдым. Мен оған отбасы мүшелерін атауға үйретемін. Даша, ты готова учить новые слова? Конечно, я готова. Мынау менің атам. Мынау менің әжем. Мынау менің әкем. Мынау менің анам. Мынау қарындасым. Я тоже хочу повторить новые слова. Атам. Әжем. Әкем. Анам. Қарындасым. Даша, ты молодец. Только девочки свою младшую сестру называют сіңілім. А мальчики қарындасым. Хорошо, менің сіңілім. Даша, а теперь давай делить слова на слоги. В этом нам помогут вагончики с цифрами. В первом вагончике поедут члены семьи с одним слогом, во втором с 2 слогами, а в третьем вагончике с 3 слогами. В каком вагончике поедет она? Правильно, во втором, потому что в слове «она» 2 слога. В каком вагончике поедет Әке? Правильно, во втором. А в каком вагоне поедет Қарындас? Правильно, в третьем вагоне, потому что в слове Қарындас 3 слога. Молодцы, ребята, вот и рассадили мы всех по вагонам. Кәне бәріміз бірге саусақ қуыршақтарымен серігіп алайық. Біз де саусақ қуыршақтарымен ойнайық. Әсет саусақ санайды. Мынау атам. Мынау әжем. Мынау әкем.
Мынау анам. Ал мынау мен. Бұл менің отбасым. Ал енді Даша, сен де айта ғой. Мынау атам. Мынау әжем. Мынау әкем. Мынау анам. Ал мынау мен. Мынау менің отбасым. Мен отбасымды жақсы көремін. Әсет, Даша, сурет арқылы жаңылтпаш оқып көрейік. Шеше, неше кесе сынды кеше? Кәне балалар, енді тезірек айтып көрейік. Шеше, неше кесе сынды кеше? Жарайсыңдар балалар, тамаша қайталадыңдар. А с помощью этих картинок вы сможете составить пословицы о семье. Давайте составим и запомним эти пословицы. Ата ағаш, бала жапырақ. Еще раз повторим. Ата ағаш, бала жапырақ. Жарайсыңдар балалар, тамаша. А вторая пословица гласит: Әке асқар тау, отец высокая гора. Давайте еще раз повторим. Әке асқар тау. Жарайсыңдар балалар, молодцы. Даша, ребята, с помощью наших кругов давайте ответим на вопросы. Не істейді, не жейді, не ішеді. Вот эти секретные знаки помогут нам ответить на вопрос не істейді. Тұр. Қайталаймыз. Тұр. Отыр. Отыр. Жатыр. Жатыр. Жүреді. Жүреді. Жүгіреді. Жүгіреді. Секіреді. Секіреді. Әже тұр, ол алма жейді. Әке жүреді, ол су ішеді. Қыз секіреді, ол айран ішеді. Бала ішеді, ол сүт ішеді. Рахмет, Әсет, рахмет, балалар. Вот и сегодня вы научили меня новым словам. Сау болыңдар, балалар. Сау бол, Даша. И вы, ребята, не забывайте повторять новые слова на казахском языке. Я прощаюсь с вами. Сау болыңдар, балалар.